Алғыс айту – бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік және өзара сенімділік пен құрмет көрсету. Яғни күрделі заманда иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде сенің қиыншылығыңды бірге арқалап, алдыға жетелеп, әрдайым жаныңның жаршысы. Бір сөзбен айтқанда, жайылсаң жастар жастық, көсілсең көлденең көрпе бола білген барлық жандарға шын көңіліңнен алғысы мен рахметін айтуы, жүрек жарды жылы лебіз сөзін тілге тиек етуі. Пендешілікпен біліп я білмей жақынымыздың көңіліне қаяу салып жататынымыз да рас. Мен жақтан қандай бір қателік келсе, осы орайда пайдалана отырып кешірім сұрауды жөн көрдім. Уақыттың өтетіні рас, көп нәрсенің ұмытылатыны рас. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі деген баршамызға аян қағида бар. Ол қандай заманда, қандай жағдайда өтсе де бәрібір қымбат. Айналамыздағы, жанымызда жүрген жақсы жандардың қадірін білу керек. Жеткізген ата-анамызға мың алғыс. Біз туып өскен өлкемізге мың алғыс. Әрқашан қасымнан табыла білген достарыма мың алғыс. Біліммен бөліскен ұстаздарға мың алғыс. Тәуелсіз мемлекетімізге мың алғыс. Әрқашан қолдау білдірген отбасыма мың алғыс. Бізге білім берген мектепке мың алғыс. Әрдайым күлкі беріп жүрген достарымызға мың алғыс. Әрдайым ұйымшыл бола білген сыныптастарымызға мың алғыс. Туған жеріміз үшін маңдай терін төккен батырларымызға мың алғыс.